want to introduce you to one of the key role players in this year's expedition. The bear's name is the Grinch. The Grinch is a female of about 5 years of age. Oh, hi, Grinch. Hi. And she has kind of an aggressive attitude. Hi. If I turn around too much, she'll bite me. It's okay. Hi, how are you? How are you? Тимоти Тредуэлл, американдық аюларды зерттеуші. Бұл кісіге танымалдылық өзі аюдың асқазанына түскенде ғана келген. Сүйіктісімен айырылысып кеткеннен соң өмірге өкпелеп, гризлилердің арасы Аляскаға кетіп қалады. 2003 жылы Тимоти және құрбысы Эмми Хуганард жабайы аюға жем болып, ол жағдайдың барлығы бейнетаспаға жазылып қалады. Барлықтарыңызға сәлем. Өмірдің өзі жазған кезекті бір сұмды оқиғаны естуге дайынсыздар ма? Олай болса, лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз Тимоти Тредуэллдің адам шошырлық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. 46 жасар Тимоти Тредуэлл 13 жыл бойы жаз мезгілінде гризли аюларының жанында өмір сүріп келген. Өзінің авторлық кітабына сүйенсек, аюларды қорғау операциясы 80-ші жылдардың соңында героинді шамадан тыс қолданғаннан соң басталыпты. Ол бұл жағдайдан соң әрең аман қалып, өзінің өмірін басқа бағытқа бұрғысы келеді. 1989 жылдың жаз мезгілінде ол алғаш рет экспедиция үшін Аляскаға, яғни аюлар толы Катмай ұлттық саябағына аттанады. Тредуэлл кітабында алғашқы әсерден-ақ өзіме не керектігін түсіндім деп жазған екен. Тимоти табиғатпен тығыз байланыста болу арқылы нарко және алкогольге тәуелділіктен арылады. 2001 жылы Тредуэлл өте қатты танымалдылыққа ие болып, ары қарай да соны дамыту үшін камера көздеріне жиі түседі. Активист-эколог сонымен қатар ақш-та аралап, өсіп келе жатқан ұрпаққа аюлардың өмірі туралы баяндап жүреді. Әр жаздың соңында ол Кафля шығанағына ұшып, лагерь орнататын. Қалың өсімдіктермен жабылған бұл аймақта өте көп аюлар өмір сүреді, және Тимоти осы жерді гризлилер лабиринті деп атайды. Өзінің барлық экспедицияларын жігіт бейнетаспаға түсіріп жүреді. Шамамен 100 сағатқа жуық шығатын бейнелердің қызықты сәттерін әлеуметтік желілерге жүктейді. Тредуэлл барлық саяхаттарында жабайы табиғатпен жалғыз қалатын. Алайда, соңғы 2 экспедицияға жігіт 37 жасар дәрігердің көмекшісі Эмми Хуганардпен барады. Ол туралы көп деректер құпиялы сандықтың түбіне жасырылған. Тимоти жазған барлық видеода қыз кішкене бөлігінде түсіп қалады, және де түрі бізге анық көрінбейді. Бұл кадрда Эмми аюларға өте жақын отыр, ал бетін тормен жауып алған. Тағы бір сондай эпизод. Осы жолы Эмми камераға көрінгісі келеді, алайда жанындағы аюдың кесірінен бұған батылы бармайды. Тимотидің күнделігіне сүйенсек, ол аюлардан өте қатты қорыққан екен. Тимоти болса аюлардан қорықпаған, қастарына өте жақын барып, тіпті кейде қолмен оларды сипалайды. Өзінің айтуы бойынша, жігіт аюларға іштей жан-тәнімен сенеді. Бір кездері ол қасына қорқытуға арналған спрей алып, онымен бір рет қолданады. Және аюдың қиналып жатқанын көріп, қатты өкінеді де, енді ол нәрсені өзімен бірге алмайтын болады. Осы сәттері Тимоти отпен ойнап жүргенін түсінбеді. Көрген адамдардың барлығы ерте ме кеш пе жігіт аюдың қолынан көз жұматынын сезген еді. 2003 жылы Тимоти Тредуэлл және Эмми Хуганард кезекті рет Алясканың ұлттық саябағы Отмайға аттанады. Бар көрген нәрселерін камераға түсіре отырып, 29 қыркүйек Тимоти Кафля көлінің жанына лагерді құрады. Бұл жолы Тимоти экспедицияға әдеттегіден кеш уақытта келді. Әдетте аюлар осындай кезде қысқа арнап барынша көп май жинауға тырысады. Ал сол жылдың күз мезгілінде азық өте аз болып, аюлардың нағыз агрессивті кезі еді. 6 қазан гидросамолеттің пилоты Уилли Фултон Тимоти мен Эммиді алып кету үшін лагерге келеді. Бірақ оларды ол жерден таппайды. Айналаны аралап, екеуін іздеп жүргенде сұмдық нәрсені көреді. Адам етін жеп отырған аю. Шошып кеткен Фултон дереу гидросамолетқа барып, бірнеше рет аюды үркіту мақсатында үстінен ұшып өтеді. Алайда бәрі бекер секілді. Аю адамның етін жеуді тоқтатар емес.
Сол сәтте Фултон түсініп, саябақтың күзетшілеріне хабарласады. Күзетшілер дереу лагерь құрған аумаққа аттанады. Бір кезде жолдарына еркек аю кезігіп, олар қару қолдануға мәжбүр болады. Және де аю сол жерде көз жұмды. Лагерде адам денесінің қалдықтары жатыр. Кейіннен анықталғандай, бұл қалдықтар Тимоти Тредуэлл мен Эмми Хуганартқа тиесілі болыпты. Тимотидің қалған денесін лагердің жанынан тапса, Эммидікін аюдың інінен тапты. Жігіттен тек басы мен екі қолы қалыпты. Бір қолында қол сағаты тағылған. Ал әйелден болса, сақымдалған бас сүйегі, омыртқа, бас терісі, біраз бұлшық еттері мен сүйектері қалған. Кейіннен бағанағы өлтірген аюдың ішін кеседі. Солай видеомыздағы кейіпкерлердің қалған дене мүшелерін табады. Бұл операцияны жасаған адамның берген есебінде былай делінген: 11 келіге жуық бұлшық ет, майтындері мен терісі алынды. Сүйек фрагменттері басым болды. Қабырғаларды, аяқты, жамбасты және омыртқаны анықтауға болатын. Бірақ қалдықтардың көпшілігі нақты анықтау үшін тым кішкентай болды. Ұзындығы шамамен 45 см болатын көптеген ақшыл шаштар кездесті. Мен ақ жейденің бір бөлігін және кейбір түсініксіз күңгірт материалды көрдім. Ішектерде де материал болған, бірақ ол ас қорыту процесінен өткен және анық анықталмады. Барлық табылған қалдықтар полиэтилен пакеттерге салынып, сараптамаға жіберілді. Лагерден тағы 2 палатка табылған еді. Бірі ұйықтауға, ал екіншісі құрал жабдықты сақтауға арналған. 2 палаткада құлағанымен жыртылмаған. Бұл аю құрбандарын палаткадан күштеп шығармағандарын білдіреді. Алғашқы палаткада ұйықтау қапшықтары мен желінбеген тамақ табылды. Олар ұйықтар алдында кішігірім тамақ ішкісі келген. Алайда оқиғаның бәрі басқаша өрбіді. Тима мен Эммидің аяқ киімдері шатырдың кіреберісінде ұқыпты орналастырылған. Байқауымызша, олар аяқ киімдерінде киіп үлгермеген. Бәрі өте жылдам болған. Рейнджерлер лагерді толық тексеріп, қайтар жолға шықпақ болған кезде, олар артынан аңдып келе жатқан жас аюды байқайды. Күзетшілердің бірі жыртқышты қорқыту үшін аспанға оқ атқанымен нәтиже болмады. Аю олардың артынан ере берді. Ақырында бұған шыдамаған олар аюды атып өлтіреді. Тимоти мен Эмми аюдың қолынан қаза тапқанына еш күмәніміз жоқ шығар. Алайда бұның бәрі қалай болды? Талқылап көрейік. Лагерден Тимотидің видеокамерасы табылған еді. Ол аюдың шабуылы кезінде қосулы тұрған, бірақ видеодан түк көрінбей, тек дыбысты ғана ести аламыз. Детективтер бұдан объективтің беті қақпағымен жабулы тұрған деген қорытынды шығарды. 6 минут 21 секундқа созылған аудиода адамның айқайы естіледі. Түсірілім түнгі сағат 1-ден 47 минут 23 секунд кеткенде басталып, сағат 1-ден 53 минут 44 секунд кеткенде тоқтайды. Шабуылдан алдын қосылған камера небәрі 6 минут жазғанының себебі ары қарай видеокассетадағы таспа таусылып қалған. Өкінішке немесе қуанышқа орай, бұл сұмдық аудиожазба ғаламтор желісіне жария етілмеді. Ал ғаламторда жүрген аудиолардың барлығы фейк. Полиция зерттеу үшін қолданған аудионың көшірмесі жұмыс аяқталғаннан соң бірден жойылған. Ал оригинал бейне болса, Тимотидің жақын құрбысының үйінде сақтаулы. Достары мен таныстары оған аудионың көзін құртуға кеңес берген еді. Ал ары қарай аудиофайлдың тағдыры бізге белгісіз. Алайда тыңдауға мүмкіндік берілген жандардың айтуы бойынша, Тимоти Тредуэлл мен Эмми Хуганарттың өмірінің соңғы минуттары жазылған жазбаны қайта қалыпқа келтіруге болады. Айта кететін жайт, оқиға түнде болды. Дала тас қараңғы, сонымен қатар қатты жел соғып, жаңбыр жауып тұрған екен. Трагедия болмаса бірнеше сағат бұрын түсірілген бейнеден шынымен де ауа райы қолайсыз болғанын көре аламыз. Жазба Эммидің даусынан басталады. Ол өте қорқып қалған, және ол әлі сонда ма деп аюды меңзеп сұрақ қояды. Түсінуімізше, Эмми палатканың ішінде отырған, ал Тимоти жыртқыштың лагерге келгенін бақылау үшін сыртқа шығады. Біраз уақыттан соң Тимоти маған аю шабуылдады, көмектес деп айқайлайды. Ары қарай бізге палаткадағы замоктың шешілген дыбысы шығады. Эмми сыртқа шығып, Тимотиге өтірік өліп қалғандай бол дейді. Бұл көмектескен секілді, аю кетіп қалады. Сосын Тимоти мен Эммидің арасында аюды талқылап кішігірім диалог өрбейді. Эммидің медициналық білімі бар еді.
Солай ол алғашқы көмек көрсету үшін жігіттің жанына барады. Осы сәтте аю қайта келіп, Эмми палаткаға қарай қашып кетеді. Жыртқыш Тимотиге қайта шабуылдайды. Эмми қорқыныштан айқайлап жатыр. Өтірік өліп қалу әдісі іске аспаған көрінеді. Тимоти қане аюды бірдеңе етіп қашырып жібер деп жан даусы шығады. Екеуінде де аюға төтеп берердей жанында қару болмады. Дыбыстан естігеніміз бойынша Эмми жыртқыштың басына табамен соққы берген секілді. Сол кезде аю Тимотидің басын жіберіп, басқа жерін бөлшектей бастайды. Бұл жағдайдан аман шыға алмайтынын түсінген жігіт қызға кет бұл жерден, қаш деп айқайлайды. Эмми де жылап, өте қатты айқайлап аюды қашыруға тырысады. Жыртқыштың кетер түрі жоқ. Ақырында Тимотидің үні өшіп, аю оны лагерден басқа жаққа алып кетеді. Эмми бұның барлығын өз көзімен көріп отыр. Жалғыз қалып, қорғансыз екенін түсінген қыз аюды кетіру үшін бар күшімен айқайлайды. Ал ары қарай не болғаны белгісіз. Өйткені осы жерден аудиожазба аяқталады. Байқауымызша, Эммидің айқайынан соң аю қайта келіп, қызға шабуылдаған көрінеді. Әлі күнге дейін аюдың неліктен екеуіне шабуылдағаны белгісіз болып қала берді. Кейбір деректерге сүйенсек, үлкен еркек аю өзіне азық іздеп жүрген. Оған алдағы қысқа дайындық үшін көп мөлшерде май жинау қажет болды. Сол түні ол палатканың жанынан өтіп бара жатып, Тимотиді кездестіреді де оған шабуылдайды. Ары қарай не болғанын біз жоғарыда баяндаған едік. Аю екеуін де өлтіріп, өзінің ініне алып кеткен. Бұл жағдайдың болуына Тимотидің үлкен қателігі бар. Себебі лагерді құратын жерді таңдағанда жігіт жан жағында аюдың үйлері ең көп жерде құрып алған. Әрине сондықтан аюдың екеуіне шабуылдау ықтималдылығы жоғары. Сонымен қатар, оларды аюдан қорғану үшін арнайы құралдар да болмады. Қауіпсіздік шарттарына сәйкес, лагердің айналасын электрлі қорғанмен қоршауға жетеді. Жігіт бұны да жасамаған. 1990 жылы Алясканың жағасында саябақтың күзетшілері дәл осы аюды ұстап алады. Ол үлкен бір зерттеу жобасының кейіпкері ретінде уақытша осында болған. Ішкі еріннің астына 141 номерлі тату бар еді. Тимоти мен Эммиді өлтірген аю екенін күзетшілер осыдан білген. Өлтіру кезінде аю өте арық, бірақ дені сау деп сипатталады. Салмағы 450 келіге жуық, ал жасы болса 28-де, яғни кәрі ретінде тіркелді. Тимоти Тредвеллдің өлімі қайғылы болса да белгілі еді. Бұл адам аюлардың өміріне қатты қызығып, әрі оларға шамадан тыс сеніп қойған. Нәтижесінде өзінің және құрбысының өмірін құрбан етті. Айта кетер бір факт, 85 жылдық тарихында саябақтағы гризли аюлары еш адамды өлтірмеген. Жыртқыштың қолынан қаза тапқан алғашқы адам сол жыртқыштың қорғаушысы Тимоти Тредвелл болып отыр. Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Комментке видео туралы ойларыңызды жазсаңыздар болады. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.